Келесі сабағымыз сіздерге мынандай букеттердің ручкасын жасауды үйренеміз. Яғни мынандай өте ыңғайлы ручка. Ең алдымен 25-тік трубамызды 11 сантиметр етіп кесіп аламыз. 0-ден бастап өлшейміз. 11 сантиметр. Мен өзім негізі көз мөлшерімен кесе берем. Бірақ сіздерге ең алғашында оңай болу үшін өлшеп жатырмын. Міне кесіп алдық. Турборезді қалай қолдану екен бір көрсетіп жіберейін сіздерге. Сіздер сатып алғанда осылай болып тұрады. Одан кейін блоктан шығару үшін былай тартамыз. Және де осылай басып отыру арқылы осылай қатаяды. Содан кейін күшімізді салып кесеміз. Міне, өте оңай. Келесі картамызды біз түбі мынандай закрытый болып тұру керек. Сол үшін картамызды 6 бөлікке бөліп аламыз. Біз оның бір ғана бөлігін қолданатын боламыз. Мынау тұрбамыздың әдемі былай түзу болатын жағын пайдаланамыз. Және де осы клейді жағып, міне клейіміз қызды біздің. Міндетті түрде астына бір зат қолданыңыздар, өйткені столыңыздың үстін кетпейтіндей қылып құртып аласыздар. Міне жақсылап былай. Клейді аз-аздан қолданамыз. Осылай жағып аламыз және оның үстіне картамыздың немесе картонымызды жабыстырамыз. Осылай жабысқаннан кейін қайшымен артық жерлерін алып тастаймыз кесіп. Осыдан кейін мынандай жапырағымыздың кез келген жапырақ сіздерден букеттерден қалатын артық жапырақтарды қолдана берсеңіздер болады. Мынандай пластмассаны алып тастаймыз. Үстіне клейді жұқа етіп жағып, ортасына қарай жабыстырыңыздар, что жан-жағында орын қалу керек. Міне. Және артық жерлерін түбіне жеткізбей кесіп тастаймыз.